Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым заттардан тұратын, өте дәмді шығатын мясо по-французски дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен картопымызды осылай дөңгелек етіп турап аламыз, барынша жұқа етіп тураймыз. Одан кейін пиязымызды турап аламыз дәл солай. Одан кейін тауық етін бөліктерге бөліп, осылай үстінен пышақтың көмегімен жұқартып соғып шығамыз. Сіздер фарш қолдансаңыздар да болады. Бірақ осылай тауық етімен дайындағанда өте дәмді шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Еттің барлығын соғып, барынша жұқартып шығамыз. Кейін слойлап, осылай бірінші картопын салып аламыз. Барлық жеріне осылай картоптарды қойып шығамыз. Ашық жерлердің барлығын картоптармен жабамыз. Кейін үстіне дәміне қарай тұз себеміз. Оның үстіне майонез жағамыз. Кейін соғып алған етімізді үстіне қойып шығамыз. Байқасаңыздар, ет кәдімгідей жұқарып қалған. Етімізді орналастырып болғаннан кейін үстіне тұзымызды сеуіп, бұрышын сеуіп, ұнаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Мен паприка мен қара бұрышты және кептірілген сарымсақты қостым. Үстіне тағы да майонез жағып, осылай майонезді қасықтың көмегімен жағып шығамыз барлық еттің бетіне. Сол кезде барлық приправасы етке жағылып шығады. Кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымыздың үстіне қызанақтарымызды саламыз. Оның үстіне екінші қабат картопымызды орналастырып шығамыз тағы да. Қызып тұрған пеште 200 градуста, менде шамамен 50 минуттай пісті. Сіздің пешіңіздің қуатына байланысты уақыт әртүрлі болуы мүмкін. Кейін тағы да үстіне сиыр салып, 5 минутқа пешке тағы салып аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.